Ассалаумағалейкум, бисмилля видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода ленточный пила 6К. Қазір сіздерді станокпен таныстыра кетейін, одан кейін біраз ағаштар кесіп көрсететін боламын. Бұл станогымыздың моторының мощності 750 ватт. Мен сіздерге кем дегенде осы 750 ваттан алуға кеңес беремін, не болмаса одан жоғары 1 киловатт, 1,1, 1,5 деген сияқты. Яғни киловатты жоғарылаған сайын станогымыз өте мықты, жақсы кесетін болады. Және оған арналған ондай полотноларымызда өте жақсы полотнолар таңдап алуға болады. Яғни биметаллический бастарында напайкалары бар. Және олардың моторының қуаттылығы көбейген сайын мына кесу биіктігі де көбейе береді. Бұны айтып тұрған себебім, мінекей мына жерде 350 ваттық Зубровский ленточный пила тұр. Бұл енді тек ұсақ-түйек жұмыстарға арналған ленточный пила. Бұның жүздері де жай ғана қарапайым жүздер, яғни бұған жақсы жүздер салуға келмейді. Бұның кесу биіктігі 8 сантиметр ғана. Ал мына станогымызда кесу биіктігі 17 сантиметр, яғни үлкен тақтайларда кесуге болады. Және полотномыздың да ені 2 сантиметрлік полотноларды салуға болады. Яғни неғұрлым кішкене қалыңдау жақсы полотнолар салуға болады. Мына жерде подшипниктері бар. Кейбіреулерінде подшипник болмайды, бірақ подшипникпен болған дұрыс. Астың жағында да сондай подшипниктері бар. Енді бұл станоктың маған екі ұнаған жері бар. Себебін айта кетейін. Бұл енді новинка деп айтуға болады. Өйткені мен бұрынғы ленточный пилаларда бұндай көрген жоқпын. Бұнда осындай циркуль бар, яғни кез келген радиусымызды қойып, домалақ круг жасауымызға болады. Мінекей мына жерде өзінің барашкасы бар, босатып, ары-бері қозғалтып, мына жерде мінекей циркулі бар, қатайтып қойып, кез келген домалақты жасауымызға болады. Қазір сіздерге оны кесіп көрсететін болам. Мына жерде транспортері бар, кез келген уголды қойып кесуімізге болады. Мына жағында параллельный упор сызғышымен. Параллельный упорымыз жаңағыдай екі түрлі вариантта жұмыс істейді. Байқап тұрсақ, қара сызғыш пен көк сызғыш. Яғни қазір мына профиліміз тік тұрғандықтан біз қара сызғышқа қараймыз. Мінекей суретінде көрсетіліп тұр. Егер де мына профилімізді былай жатқызатын болсақ, онда көк сызғышқа қарайтын боламыз. Бұл не үшін керек? Егер де біз биік ағаштарды кесетін болсақ, профилімізді осылай тігінен қойып қойымыз, яғни жалпақ жағынан. Ал енді ДВП сияқты ұсақ-түйек жұқа тақтайларды кесетін болсақ, онда мына профилімізді жатқызуға тура келеді. Неге оны жатқызу керек? Себебі мінекей мына жерде біз жұқа тақтайларды кескен кезде мына стерженьді түсіру керекпіз. Оған бізге мына параллельный упор бөгет жасап қалады. Сондықтан біз осы профильді былай жатқызу керекпіз. Оны жатқызу үшін екі барашканы босатып, профиліміз суырып алып, жатқызып, мінекей мына жерде өзінің пазы бар, соны кіргізіп жатқызатын боламыз. Қазір оны көрсетіп жіберейін. Мінекей осылай, яғни жұқа ағаштарды кескен кезде осылай түсіріп қоятын боламыз. Мынаны не үшін түсіреміз? Өйткені қандай қалыңдықта ағаш кессек, соның үстінен жарты не болмаса 1 сантиметр ғана жоғары тұру керек. Әйтпесе мына штангымыз өте биік тұратын болса, онда мына полотномызға күш түсетін болады. Қазір полотномызды тартқан жоқпын, бос тұр. Полотноны қатайту үшін мына барашканы бұрайтын боламыз. Бұл неге қазір бос тұр? Өйткені әр жұмыс істеп болғаннан кейін осы барашканы босатып, мына полотномызды босатып қою керекпіз. Егер де бұл қатты тартылып тұрған күйінде тұратын болса, уақыты келе бұл полотномыз не үзіліп кетеді, не болмаса созылып кететін болады. Бұны напряжениемен ұстатып қоюға болмайды. Бұл енді бірінші ұнаған жері осы циркулі. Екінші ұнаған жері бұл станогымыз моторы
екі түрлі скороспен жұмыс істейді. Яғни бірінші скорыста 370 оборот минутына, екінші скорыста 800 оборот минутына моторымыз айналатын болады. Егерде бірінші скоростқа қойып қоятын болсақ, 370 минутқа қоятын болсақ, онда шкивіміз ақырындау айналады, бірақ оның күші мықты болады. Яғни кез келген қатты ағаштарды сондай сенімді түрде кесетін болады. 800 оборотқа қоятын болсақ, бұнда скоросымыз көбейеді, бірақ мощность жағынан кішкене азаяды. Шұрпайверттағы сияқты, бірінші, екінші скорост деген сияқты. Енді мына жерде қарасақ, мінекей екі шкив тұр. Осы ременді келесі шкивке лақтыру арқылы скоросымызды өзгертеміз. Ол үшін мінекей мына жерде тағы бір барашкасы бар. Осыны босататын болсақ, мына шкивіміз ары бері жылжиды. Сол кезде ременімізді босап, екінші шкивке қоямыз. Мінекей қазір менде ременнің тартылысы осылай. Өте қатты тартудың қажеті жоқ. Өте боста болмау керек. Мінекей станогымыздың жанында тіпті суреті де көрсетілген. Енді мына жерде пылесос қосуға болады, не болмаса стружка отсосқа арналған, яғни 3 түрлі диаметрде шлангыларды қосуға болады. Мінекей моторымызды көруіңізге болады. Неше ватт екен. Одан кейін арт жағында мінекей мына барашкымызды босатып 45 градусқа столымызды жатқызып кесуге болады. Арт жақтарында мінекей осындай 4 болт бар. Бұл астыңғы шкивқа регулировка жасауға арналған, және үстіңгі жағында тағы да осындай барашка бар. Бұны босатып, мына үстіңгі шкивті де регулировка жасауға болады. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Мінекей үстіңгі шкив. Жаңағы барашкаларымызды босату арқылы осы шкивті бұлай қозғап түзетуімізге болады. Бұл осы полотноны дұрыс бағытта қою үшін. Полотноны қойған кезде міндетті түрде мына тістері осы шкивпен бірдей болу керек. Мына жерде өзінің несі бар, резиновый кольцосы бар. Соның үстінде мына полотноның өзі ғана жатады, тістері жатпайды. Кейбір адамдар осы тісті полотноның үстіне қойып қояды. Ол дұрыс емес. Бұл резинканы да жыртады, құртады. Екіншіден, мына жүздің де разводтары кетеді. Сондықтан сіздер алсаңыздар, осы жүзді осы шкивтің шетімен бірдей болу керек. Мына резинкада мына жүз жатпау керек, тек қана полотносы ғана жату керек. Осы шкивті айландырып отырып арқылы осыған регулировка жасайсыздар, және астыңғы шкивкада солай регулировка жасайсыздар. Одан кейін мына жерде екі подшипник тұр. Осы екі подшипникпен осы полотноның арасы 0,5 мм болу керек. Оларды мінекей арт жағында шестигранниктер тұр. Осыларды босатып, екі жаққа жылжытып, мына жерге қағазды екіге бүктеп, қағазды қысып тұрып, одан кейін осы подшипниктерді сол қағазға тіреп, жаңағы арт жақтағы екі шестигранникті қатайтып, одан кейін қағазды алып тастайтын боламыз. Астыңғы жағында да сондай подшипниктер тұр. Оларды солай істеу керек. Одан кейін мінекей мына жерде тағы да бір артқы подшипниктер. Мына жерден көрсету қиындау, анау не көрініп тұр. Ол подшипникпен мына полотномыздың ара қашықтығы 1 мм болу керек. Мінекей станогымыздың үстіңгі жағында көрсетілген. Жұмыс барысында осылай тартып қоямыз. Жұмыс істеп болғаннан кейін осылай босатып қою керекпіз. Енді станогымыздың мына сол жағында мынандай ағаштарды itергіш, өзінің пластмасс itергіші бар. Осыны сол жағына іліп қоямыз. Өзінің арнайы крючогы бар. Мына жерде қосып өшіретін кнопкалар бар.
және 90 градус ұстап тұратын осындай регулировочный болт бар. Бұл мына стол мен мына жүздің ара қашықтығы, яғни 90 градус. Осыған регулировка жасаймыз. Бұл не үшін керек? Жаңағындай 45 градусқа столымызды қисайтқаннан кейін қайтадан қойғанда бірден 90 градус шығу үшін. Мінекей сызғышымызды 5,5 сантиметрге қойып қойдық. Қазір кесіп көрейік. Енді кескен ағышымызды қазір өлшеп көрейік. 5,5 сантиметр шықты ма екен? Мінекей. Тура 5,5 сантиметр. Кішкене жарыққа былай бұрып қойын. Мінекей. 5,5 сантиметр. Ортасы 5,5. Аяқ жағы 5,5 сантиметр тура. Яғни регулировкамыз барлығы дұрыс жасалған. Сондықтан егерде сіздер регулировкаларыңызды дұрыс жасасаңыздар, сіздерде бәрі жақсы болады. Ең бастысы осы подшипниктің араларын дұрыс ұстау керек, зазорларын. Егерде көп болып кетсе, онда қисық кесетін болады. Өте қысып жасаңыздар, подшипник ерте істен шығатын болады. Сондықтан мен айтқандай жаңағындай зазорын дұрыс ұстау керек. Енді қазір сіздерге мына жерге циркульмен домалақ круг жасап кесіп көрсететін боламын. Мінекей мен алдында круг кескем. Қазір сіздерге тағы да кесіп көрсетейін. Менде радиус 12 сантиметр, диаметрі 24 сантиметр болу керек. Қазір кругымызды көрейік. 24 сантиметр шықты ма екен? Мінекей кругымыз тура 24 сантиметр шығып тұр. Ровно. Енді мен сіздерге мына полотномыз жалпақ болғандықтан жаңағындай жұқа ДВП-ны кесіп көрсеттім. Мінекей қазір полотномыз бізде жалпақ, сондықтан бұл полотномен ДСП не болмаса одан да қалың ағаштарды кесуге келмейді, өйткені жүзіміз бұрыла алмайтын болып қалады. Ол үшін жіңішке жүз қолдану керек. Мінекей жаңа айтып өткендей, қалың тақтайлар кесу үшін мінекей осындай жіңішке полотно салу керек. Мінекей жаңа әлі қолданылмаған. Мен сіздерге енді мысал ретінде ДВП-ны кесіп көрсеттім. Енді бұны салсақ та жаңағындай қалың ағаштарды кесуге болады.
Жалпы мінекей екеуінің айырмашылығы осындай. Сондықтан менде осындай фигурный ағаштарды кесуге арналған жіңішке жүз және осындай ағаштарды ұзынын не болмаса көлденеңінен кесуге арналған осындай жүз. Енді тағы да 1-2 жақсы жүзден алып қою керек. Мынау өзінің комплектісіндағы жүздері негізінде кішкене қымбаттырақ жүз алса, бұл одан да өте жақсы кеседі. Бірақ енді жаңа көргендеріңіздей өзінің комплектісіндағы жүз болса да барлығын жақсы кесіп тұр. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.